Қайырлы күн, сіздермен бірге шебер перизат. Бізге осындай сұрақтар келіпті. Осыларға қазір өзіміздің білгенімізше жауап береміз. Ал оған дейін сіздер каналыма тіркеліп алыңыздар. Ең әуелі, дұрыс сабақталмаған болса, жіптерді үзе беретін болады. Осы өзінің реті бойынша сабақталу керек. Ол туралы бізде сабақ бар. Ал екінші, ол ине теріс салынған болса, яғни инені де өткенде алдында көрсеткенбіз, оған да байланысты сабақ бар. Мына доғал жағын өзімізге қаратып, мынандай тегіс жағын арқа жағына қаратамыз. Егерде оның барлығы дұрыс болатын болса, ол кезде мүмкін жіптен болуы мүмкін. Себебі бізде мынандай идеал деген жіптер қолданамыз. Осы жіптер өте жақсы. Ал мынандай әшейін қарапайым жіптер болатын болса, бұлар ширатылуы өте нашар болады. Сондықтан бұндай жіптерменен жұмыс жасау кішкене тек көктегенде ғана сондай қолменен қолданбасаңыздар, былайша тігін машинасына бұл жіптерді жақындатудың қажеті жоқ. Одан кейін тағы да бір себебі болуы мүмкін. Егер астыңғы жіп қатты үзе беретін болса, ол кезде мынау жіп орағыштың сыртында тұрған, міне мынау қатты бұралып қалған болуы мүмкін. Егер де осы жерге жібімізді салған кезімізде бұлай тартылмайтындай болса, ол кезде міне мынаны бұрау арқылы осы жаңағыдай жіпті босату керек. Себебі былай жіп тартылған кезде жіп ары қарай шықпайды, үзілуі мүмкін. Не болмаса астыңғы жіп дұрыс салынбай қалған болуы мүмкін. Тағы да бір себебі бар. Оны енді тігіншілер айтып жатыр. Жаңағыдай мына лапкамыз, яғни тігін тігудегі біздің табаны оригинал болмаса да, ол жаңағыдай әсер етеді екен. Осылардың барлығын қарап көріңіз. Егер болмай жатса, ол кезде ұстаға көрсету керек. Сіздермен бірге болған шебер перизат. Сұрақтарыңызға рахмет.